науқасты қарау барысында боз терілеп, кеуде тұсын, төс аймағын басып ұстап отыр. Шағымдары кеуде тұсын күйдіріп ауырсын. Қан қысымы 70-те 40, сатурация 93, электрокардиограммада кеуделік видениеде эстет шешесінің көтерілуі анық көрініп тұр. Мысық арқасында. Клиникасына қарап, электрокардиограммаға қарап, болжамды диагноз қойылды. Жедел коронарлы синдром эстет шешесінің көтерілуі кардиогенді шокпен асқынуы. Бірден алғаш көмек көрсетілді. Дофаминді тамшылатып енгізіп, қан қысымын көтеріп алдық. Морфинмен ауру сезімін басып, оксигенотерапия жасағаннан кейін жағдайы біршама жақсарды. Одан кейін антикоагулянттар, антиагреганттарды қолданып, жалпы мониторингпен жақын жердегі реанимация бөлімшесіне жеткізілді. Жалпы досының айтуына қарағанда, олар баняға барған, баняда алкоголь ішкен, жағдай күрт нашарлап, банядан шығып, жедел жәрдем бригадасын шақырып тұр. Баняда жалпы алкоголь ішу деген бұл үлкен қателік. Не себепті? Біріншіден, баняға түскен кезде қан тамырларының қабырғасы кеңейеді. Ал алкогольді ішімдік ішкен кезде қан тамырларына, жалпы жүрек қан тамырға нагрузка бересіз, одан самайын. Екіншіден, түсіну керек, адам баняға түскен кезде организмнен көп мөлшерде сұйықтықтар жоғалтады. Ал сіз алкогольді ішімдікті іштіңіз, ол қанның қойылуына алып келеді. Нәтижесінде бір-ақ сәтте инфарктқа, инсультқа алып келуі мүмкін ол. Сіз бүгін кеше баняда ондай жағдай болмады, бірақ келесі жол сондай ауыр жағдайға ұрынып кетуіңіз мүмкін. Сол үшін де баняда көбірек тек қана жылы сұйықтықтар ішу керек. Ал алкогольді ішімдіктерді мүмкіндігінше ішпеген дұрыс.